Армысың қадірменді тыңдарман. Сіздермен құрмаш өскендер Призма Вайб арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі қозғайтын өзекті мәселеміз ол мұғалімдік нәпақа табатын жай жұмыс па, болмаса жүрекпен атқарылатын қызмет пе. Міне осындай мәселенің қыр-сырын қозғаймыз. Және де бүгінгі подкастымыздың қонақтары Призма School мектебінің жас, заманауи, креативті ұстаздары. Ол бірінші спикеріміз, ағылшын пәнінің мұғалімі Ыдырысова Айдана. Және де сингапурлық математика және логика пәнінің ұстазы Өтембет Ботагөз ханым. Ендеше құрметті біздің екі ұстаздарымыз, сіздерге бүгінгі алғашқы қойылатын сұрағымыз ол қоғамдағы әртүрлі ұстаздар туралы пікірлер бар. Ұстаздық ол тек ұстаз болу деген, екінші тараптар мынандай да мәселелерді айтады. Ұстаздық ол мансап арқылы түбінде директор болу дейді. Және үшінші ұстаздық ол әрі кәсіпкер деген топтарға бөліп жатады. Осы мәселеге орай сіздер өздеріңізді қандай топқа жатқызасыздар ұстаздардың арасынан? Үшеуіне де десе. Негізі шынымен де үшеуі де болады ғой. Бірақ кейбіреулер мұғалімде қазір мүмкіндік көп. Негізі кәсіпкерде болуға болады, өзінің жаңағыдай білімін сата алуға да болады, өзінің білімін балаларға дұрысынан берсе де болады деген сияқты. Әр нәрсені дұрысынан пайдаланса негізі үшеуінде алып шыға алса болатын сияқты негізі. Демек, шанс қайсына түссе, солай сол жолмен кету ма? Бірақ бір нәрсе бар, адам өзіне не керегін білу керек. Өзіне не керек екенін білсе, сол бойынша бағытын дұрыс құра алса, жаңа үшеуінде алып кете алады. Жай ғана өзін балаға білім беретін адам ретінде ғана көрмей, болашақта өзін дамыта алса да мүмкіндіктер бар дегенім ғой негізі. Жақсы, рахмет. Айдана ханым, сіз не деп ойлайсыз? Менің көзқарасымда бірінші кезекте үш бағыт болса да кез келген бағытта бірінші миссия анықтап алу керек. Мұғалімдік жолға кім қалай келсе де, бірақ ол сіздің мұғалім ретіндегі фокусыңыз өте маңызды рөл атқарады. Менің көзқарасымда ол миссия. Ол миссия болмаса, мұғалім сол бір жолдан, бір жыл болмаса да мүмкін 5 жылдан кейін мүмкін белгілі бір оқиғаларға байланысты мектептен шығып кетеді деп ойлаймын. Егер ол адамның алғашқы ниеті немесе жолай мұғалім болып жүрген кездегі миссиясы шыңдалып ары қарай үшкірлене бермесе, мұғалімдікте ұзақ жүру қиын. Жақсы, рахмет. Енді осыдан туындайтын сұрақ, неге дәл мұғалім мамандығын таңдадыңыздар деген сұрақты қойғым келеді сіздерге? Ботагөз ханым. Мен негізі кішкентайымнан армандағым. 3-ші классымда мен мұғалім боламын деп шешіп қалғам, математика. Мүмкін оған математика мұғалімінің әсері болған шығар деп ойлаймын да. Сол 3-ші класста шештім. 9-ші классқа дейін де солай шешіммен келдім. Енді арасында әр мұғалімнің несіне байланысты өзгеріп отыр. Тарихтан берген мұғалім ұнаса тарихқа барам дедім. Басқа да пән ұнайтын болса соған барам дедім. Бірақ түбінде келген кезде осы математикаға келдім. Көп деген адамдар айтты, барма, болмайды, сен өмір бойы оқисың осы математиканы, сен мұғалім болсаң, мектепке дейін оқисың, мектепте оқисың, балаға берген кезде де оқып жүресің өмір бақи деді. Сосын менде жарайды, ештеңе етпейді деген сияқты болды. Солай қазір мұғаліммін. Яғни мызғымас өзіңіздің алдында қойған армандарыңыз, мақсаттарыңызға жеттіңіз. Мен андай нәрсе естідім. Негізі адамның болашақта кім болатыны кішкентай кезіндегі арманына байланысты дейді. Содан кейін барып мен түсіндім, что 3-ші класста мен армандадым осы математика болуды. Қазірде де сол жолда екенмін. Мен қателеспегенмін деп әрі қарай даму үстіне көштім. Осы мамандық бойынша. Рахмет. Айдана ханым. Бұл жолға келуге негізі көрген ұстаздарың әсер етеді деп ойлаймын. Шынымды айтсам, көп ұстаздарым бар. Және олардың өміріме ықпал етуі әртүрлі. Мектеп кезіндегі ең алғашқы негізі балаларға түсіндіру, сыныптастарыңа түсіндіру, сол жағы өте күшті менде. Бірінші мен мұғалім болып
бауырларыма, туыстарыма деген сияқты жасап көрдім жұмыс негізінде біріншінде ауылда. Одан кейін оның дәмін татып көргеннен кейін мұғалім болам деп мамандық таңдадым. Осы жолдамыз және ол жолда қалуға осы өмірімізде кездесіп жатқан, мектеп кездегі, студент кездегі, қазірде кездесіп жатқан ұстаз менторларымыздың арқасында осы жолдамыз деп ойлаймын. Олардың бір ықпалы, олардың үлгісі арқылы. Өте қатал мұғалімдерді жақсы көргем бала кезден. Группаластарым да айтатын, сен ең қатал мұғалім болатын шығарсың деген сияқты. Бірақ бәрі керісінше шықты. Жақсы. Рахмет. Ендігі кезекте қазір енді істеп жатқан жұмысымыз бар ғой, ол Призма School мектебі. Сол жерге қалай келдіңіздер, және де ол мектеп сіздерге несімен ұнайды, атмосферасы қалай сіздер үшін дегендей сұрақ. Менің жұмыс таңдаудағы критериімде бала таңдау жоқ. Бала таңдамаймын. Бала қай жерде болса да бала мен үшін. Маған өте қатты маңызды болғаны бірінші кезекте директордың түсінігі, екінші әкімшілік құрамындағы мұғалімдердің көзқарастары мен олардың кітап оқиды ма, олардағы ұстанымдар қандай, түсінік қандай, ең бастысы сол құндылық келе ма, сол критерийлерға сәйкес келгендіктен осы жылы осында қызмет етіп отырмын. Жақсы, рахмет. Ботагөз ханым, сіздің ойыңыз Призма мектебі туралы? Маған да Әйгерім апай сөйтіп айтқан кезде, типа қазақ мектеп, құндылықтарға негізделген мектеп деген кезде, шынында мен балаға білімнен көрі құндылықты беріп алып, сонымен қатар білімді алып жүрсе, ол кезде шынымен де үлкен нәтижелерге жете аламыз деп ойлаймын да. Мысалы, кім айтады? Мағжан Жұмабаевтың сөзі бар. Егер де болашақта мықты қазақтың елін құрғыларың келсе, онда жаңа мектеп дұрыс болу керек дейді да. Енді прям сөзбе-сөз айтып жатқан жоқпын, бірақ өзім түсінгенім бойынша айтып жатырмын. Дәл солған қарап, апайдың айтқанына қарап, мектепке келгеннен кейін мектептің жағдайына қарап, қандай да бір құндылықтарды сіңіріп жатыр ма, балалар қалай алып жатыр, баладан бұрын мектептегі әріптестеріміз қалай алып жатыр деген сұрақтар болды. Қазір өкінбеймін, ешқандай, шынымен де қуанатын нәрсе бар. Рахмет. Енді алғашқы кезеңде біз сіздер ұстаз болдыңыздар, сол кезде алғашқы рет сабақ бердіңіздер, дұрыс қой? Сол кезде қандай сезімде болдыңыздар? Алғашқы сабақтарыңыз туралы. Түнімен дайындалғам. Өте қатты қобалжыдым. Менің сабақ беруім басқаша басталған негізінде, бірақ сабақ беру өзіме ұнайтынын сол кезеңдегі толқулар, түндегі дайындалыс, балалардың артындағы сөйлеу, барлығы әлі күніге дейін андай есімде. Ол бір толқыныс әр сабақ алдында болу керек деп ойлаймын. Кемі сондай бір нәрсемен біз бір уайым демейміз, бір ішкі алаш зиялыларының тура біз баяғыда қалай жұмыс жасады, қандай кейін кезде де ұлт үшін, дәл сондай сияқты бізде де өз-өзімізге есеп беру арқылы сондай бір сәттерімізді еске алуымыз керек деп ойлаймын. Әйтпесе сабақ беру процесі бір шындығында ойнайтын нәрсе емес. Жақсы, рахмет. Өте тамаша. Менде андай болды, ең шоңный классқа бардым. Өте менде керісінше андай болды. Бірінші сабағымда балалар өте нашар оқитын, білім жағынан да, тәрбие жағынан да сондай бір классқа түстім. Ол сыныпқа сабақ берген кезде енді сабақ беруден бұрын балаларды тыныштандырып отырғызу өте қатты проблема болды менде. И сол сыныпты көрген кезде мен ойлағам, болды, математиканы мен әрі қарай жалғастырмаймын, мұғалімдікті жалғастырмаймын. И әдіскеріме барып айтамын, мен болды, мұғалім болмаймын. Мен ұнамайды маған деген сияқты. Бұл алғашқы практикада болған, тәжірибе алаңында. И ол кісі өте андай нелерін айтып, сен қолыңнан келеді, сен балаларға бере аласың деп сөйтіп қайтарып жіберді. И әрі қарай ол сыныпты мен алып шыққан кезде шынымен де, негізі менде екен ғой проблема деген нәрсе болды. Қолымнан келеді. Менен қолымнан келеді екен. Шынымен де баланың тәртібіне де, тәрбиесіне де, біліміне де мұғалім қана күшті ықпал ете алады деген нәрсе менде түйдім де, әрі қарай осы жалғастырдым я. Жақсы. Енді жалпы педагогика саласында өздеріңіздің мұғалімдік қызметтеріңізде қиындық неде деп ойлайсыздар? Қандай қиындықтарды көріп жүрсіздер, болмаса? Қағазбастылық. Шынымен қағазбастылықты деп ойлаймын. Оны шешудің қандай бір тиімді жолдарын шығар едіңіз?
негізі былай заң шықты ғой, қағазбастылықты азайтамыз деген сияқты. Бірақ мен соңғы кездерде өте қатты байқап жүрмін, қағазбастылық шын шектен тыс болып кеткен сияқты. Біздікін. Енді мұғалімдерді де сол нәрсе шаршататын сияқты негізі. Өзінің балаға білім беру керек, балаға бағыт беру керек, одан қалды ол берген сабағына есеп беру керек, өзінен жоғарыларға деген сияқты, әкімшілік тарапына, жаңағыдай тексерістерге деген. Сол нәрсе негізі қиындық тудыратын сияқты. Білмеймін басқаларға, бірақ маған қиындық тудырады. Яғни творчестволық өзінің жұмыс жасау жаңағы кеңістігімен айналысқаннан гөрі қағазбастылықпен кетіп қалып отырмыз. Мен мысалы еркін мұғаліммін, андай баламен ойнап күліп сабақ өткен жақсы көремін. Балаға андай бірдеңе беріп, есеп беріп отырып, бірақ құр есеп емес, оны бір бояп отырып жасайтын, немесе басқаша қылып жасайтын, саяхат сабақ деген сияқты бізде өтеміз ғой. Сондай қылып берген жақсы көремін да. Ал оның есебін беру маған қиынырақ. Енді Ботагөз ханым, менде сізге субъективті сұрақ, мана сіз айтып отырсыз, еркінмін деп ше. Мысалы, мемлекеттік мектепте ұзақ жылдар бойы істеген ұстаз жекеменшік мектепке келсе, ол кісіге қандай қиындықтар болуы мүмкін деп ойлайсыз? Жағын білмеймін. Өйткені мемлекеттік мектепте жұмыс істеген жоқпын. Жақсы, рахмет. Жұмыс істей алмайтын. Айдан ханым, сіз бұл сұрақ жөнінде не қозғадыңыз? Қазір не қиын? Негізі мұғалімнің міндеттері өте көп емес, бірақ ішінен бөлініп кетеді ғой. Бірінші кезекте біз өз пәнімізді жақсы білуіміз керек. Екінші кезекте баланы мен қарым-қатынас құра алу, баланы тани алу, баламен жұмыс жасай алуымыз өте қажет. Қазіргі қиындық менің ойымша барлық адам ойлайды қарым-қатынас құра аламыз деп, алайда негізінде көп адам өзінің қарым-қатынас құра алатынын білмейді. Балалармен қарым-қатынас құру негізі көп мұғалімге қиын. Екінші, егер пән ішіне кіретін болсақ, пән кезінде тапсырма ұйымдастыру, тапсырманы дұрыс беру, баланың қабілеттерін дұрыс дамытатындай оны ұйымдастырып беру, пассивный дейді ғой, пассивный емес, active lesson жасай алатындай мұғалімдерде сондай бір ынта жоқ болуы мүмкін жасауға, істей алмауы мүмкін, немесе істей алса да ол нәрсені күнделікті істеп отыруға мотив болмауы мүмкін. Ол барып айналып келіп мұғалімнің педагогикаға деген, өзінің жұмысына деген түсінігіне алып келеді. Яғни ол мұғалім біз өзіміздің түсінігіміз, жасап жатқан жұмысымызды алғашқы сұрақтағыдай, егер мансап ретінде қарайтын болсақ, кәсіп ретінде қарайтын болсақ, ол мұғалім үшін оны жасау зая кетуі мүмкін деген сияқты. Ал миссиясы осы бір саламен байланыстырған мұғалімде ондай жұмыстардың барлығын істеу ол өте қызық және ізденіске алып келеді. Мұғалімдерде бірінші кезекте баланы тануға дейін, қарым-қатынасқа дейінгі қиындықтар болса, екінші пән арасындағы баланы ішін пыстырып алмайтындай, белгілі бір қабілеттер дамытатындай тапсырмаларды ұйымдастырып өзгертіп беру жағы қиындық болуы мүмкін. Мүмкін әртүрлі, бірақ ең көріп жүрген қателіктер осы шығар деп ойлаймын. Енді Айдан ханым, менде сіздің айтып жатқан сөзіңізден бір ой туындап отыр. Жалпы кей ұстаздар қарым-қатынасты түсінбей мүмкін деп тұрсыз ғой баламен ше, немесе орната аламын деп, бірақ іске келген кезде орната алмауы мүмкін. Соның бірден бір фишкасы менің түсінігімде, мысалы, общение деп айтамыз ғой, кез келген адаммен, ұстазмен болсын, болмаса оқушымен, ата-анамен болсын, сол кезде общение деген сөздің түбірін қарау керек екен да. Оның түбірі общий деген сөз екен. Сол общий нәрсені тапқан кезде ғана ортақ общение жүреді екен. Яғни кей жағдайда біз тек қана субъективті өзімізге ғана ұнайтын нәрсені айтамыз да оқушылармен. Ол оқушыға ұнамауы мүмкін, немесе ол түсінбеуі мүмкін. Сол себептен мен ойымша үлкен түсініспеушіліктер, қарым-қатынастың орнамай қалуы осы сәттен деп ойлаймын негізі. Жақсы, рахмет сізге. Енді кезекте мен мынандай бір мәселені қозғағым келеді. Мемлекет тарапынан, болмаса өзіміз істеп жатқан мектеп тарапынан қандай өзгерістер мұғалімге көмектесер еді деген сұрағым бар сіздерге. Типа біздің тарапымызда ұсыныстар ғой типа. Иә, мысалы мемлекет тарапынан, министерстводан, болмаса білім басқармасынан, болмаса өзіміз мектептің әкімшілігі тарапынан осындай көмектер болғанда бізге мысалы атмосфералық жағынан, эмоциялық жағынан, ішкі өзіміздің сезіну жағымыздан күшті болар еді дейтін нәрселер бар ма сіздердің ойларыңызда жүрген?
мүмкін басқа да ұстаздардың бір көкейінде жүрген нәрселерін қозғап қаларсыздар деген ойым ғой. Сырттан бір өзгерістер көп нәрсе алып келетінін білмеймін, бірақ бірінші кезек мұғалімдер өздері көбірек ізденумен, көбірек мұғалімнің дұрыс түсініктерін дұрыстау керек сияқты. Былай сырттан білмеймін, стимулдармен айлық көбейту, не тағы да басқа бір білмеймін, қағазбастылықты алып тастау жарайды, алып тастап жатыр, бірақ маңызды құжаттар бәрібір жасалу керек деген сияқты ғой. Ол жасалмаса, оның да мәні кетіп қалады. Оның мәні бір бөлек, қымыжыны жасау мәні бір бөлек. Әрине жағдай жасаған дұрыс, бірақ әуелі мұғалімдердің не үшін мұғалім болғандығына, мұғалім болудың көп айлықтан басқа плюстары бар екенін, мүмкін мектептегі бізден үлкен мұғалімдер немесе басшылар тоже бір бағыт ретінде жас мамандарға келген кезде солай бір бағыт беретіндей жағдай жасаса, осының өзі біраз нәрсеге алып келетін сияқты. Яғни бір қаражат немесе бір қатты бір мемлекеттің сыртынан бір көмек күтудің қажеті жоқ сияқты мен үшін. Жалпы өзіңіздің ойыңызша, мысалы, мұғалімдердің клубын құру, мұғалімдердің коллаборациялық ортасын құру деген нәрселер қаншалықты деңгейде ұстаздардың өзін ұстаз ретінде сезінуіне, дамуына әсер етеді деп ойлайсыз? Қатты әсер етеді. Мұғалімде орта болмаса өте қиын. Ол жұмысын тастап кетеді деп те ойлаймын. Тіпті өйткені ол мән табуға алып баратын ремайндер деп айтады ағылшын тілінде, яғни еске салатын нәрсе, ол мұғалімнің не үшін жүргендігін және ортада белгілі мәселелерді талдауы, ол ортаның болуы, олар айына кемі хотя бір рет кездесіп мәселелерін талқылап, қандай нәрселерді, қандай әдістерді жасап көрді, талқыламаса өте қиын. Қандай проблемалар бар екен? Қандай мұғалім болса. Ал егер біз белгілі бір мектеп ішінде қарайтын болсақ, оны белгілі бір мектептің басшысы немесе әкімшілік оны талап еткеннен ол клуб жүріп кетпейді. Бір жаман жері. Іштен адам өзі бір мұғалім ерікті түрде бастап, қалғандары ерікті түрде қосылып, солай бір клуб жасалса, бірақ сол бір жағдайға алып келіп жасаса, тіпті күшті болады. Біраз мұғалімдердің түсініктерімен бағанағы жұмысына деген немқұрайлығын азайтуға болатын еді деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Ботагөз ханым, сіз не деп ойлайсыз бұл мәселе жөнінде? Негізі былай сияқты, адам шынымен жаңа апай айтып жатыр ғой, миссия болу керек деп. Шынында да біз егер де мұғалім болудағы өзіміздің миссиямызды білсек, ол кезде жаңағыдай күйіп кету, шаршау деген сияқты шаршағанның өзінде де әрі қарай алып кете алатын біздің ішімізде бір трек болып тұрады да. Ал егер де және де ол кезде әрине орта керек, дегенмен де адамның ішкі мотивациясы да маңызды ғой. Мысалы, ішімізден біз жана алмайтын болсақ, ішімізден біз мұғалімбіз деген нәрсені оята алмайтын болсақ, онда ол енді қиын мәселе. Шыны керек, ол кезде онда адаммен жұмыс жасауда, әріптес ретінде көруде, ол бірге бір нәрсені талқылай алмасақ, ол шынында белгілі бір, қалай айтсам болады, бір нәрсеге деңгейге жете алмайтын сияқтымыз ондай ортамен. Егер де мен ұсынар едім жаңағыдай біздің үлкен мұғалімдеріміз бар ғой, сол мұғалімдерден бізге кеңестер беріп тұрса, семинарлар өтіп тұрса өзіміздің арамызда мектепте, және де мысалы құжаттар бар біздің білмейтін көптеген, мысалы біз жас мамамыз ғой әзірге. Одан қалды үлкен мұғалімдеріміз бар, өзінің көптеген, мысалы Әмина апайды айтуға болады. Әмина апай өзінің құжаттарын кәдімгідей күшті ұстап отырады. Балаларға жұмысын күшті дайындап отырады да. Мен ол кісіден кеңес сұраймын. Сондай кеңестерде маған жеке емес, бір мезгіл тағайындап, соған бізге айтса, жас мамандар жинаса, немесе біздің білмейтін мәселелерімізді сөйтіп талқылап айтып берсе, ол кезде күшті болатын еді деп ойлаймын. Біз өзіміз шеше алмай жүрген мәселелерді мүмкін сол жерден тауып қаламыз деген сияқты. Демек, мектеп тарапынан және де үкімет тарапынан қандай бір енгізулер қажет емес па сіздер үшін? Мен түсінгенім бойынша. Өзгеріс болу үшін. Дәл қазір меніңше жоқ. Бәрі жақсы. Иә. Қосымша жүзеге асыратын нәрселер болса, мысалы идеялар, апайда түрлі сабақтар өткізеді ғой. Бағанада келатқан талқылап едік қой, далада сабақ өткізу деген сияқты күн жылы кезде. Сондай бір нәрселерге бір жағдайды жасау, қалған бір нәрсе көріп тұрған жоқ. Маған қажеттілік болмайды. Демек, премия да қажет емес сіздерге. Қажет. Жақсы.
білмедім енді, бірақ бастысы идеяны қолдайтын, сосын мысалы сын айтса бір ұстаз мектепке дұрыс қабылдап сол сынды түзетсе, окей деп кетіп қалмау, қолдау, дұрыс қарым-қатынас құралу. Мұғалімдердің тараптарынан да, әкімшілік тарапынан болсын, жалпы қарым-қатынас құралса, мектеп ішіндегі бірігу онда жандана түседі деп ойлаймын. Ары қарай шешіліп кетеді. Енді кезекте жалпы мұғалімнің шаршауы, бағана сіз айтқаныңыз, выгорание болады, истощение болады, адам ішкі состояниесі күйзеліске ұшырайды деген секілді мәселелер болады. Мысалы бір күнде 6-7 сабақ беріп кетеміз, болмаса олимпиадаға дайындап жатамыз, ғылыми жобаларға дайындап жатамыз. Сол кезде шын мәнісінде өзіміздің қосымша кредиттеріміз болуы мүмкін, үйдің ішкі проблемасы болуы мүмкін, тағы дүниелердің бәрі қабаттасқан кезде көп ұстаздарды мен байқаймын, шаршап кетеді, түрінен көрініп тұрады, яғни ішкі состояниесі, күйзелісі, эмоциясы түрінен білуге болады, ол қандай күйде деген. Сіздерде ондай нәрсе болып тұра ма, және де ондай нәрсе болмас үшін қалай алдын аласыздар деген сұрақ қойып отыр. Енді ол барлығында болатын сияқты. Адам болғаннан кейін, маман болғаннан болады енді. Уақыт жетіспейді, кейде көп тапсырма беріп қоюың да мүмкін. Негізі адам андай жоспарлау керек деген сол нәрседен шыққан сияқты. Негізі адам өзінің алдындағы күнін жоспарласа, кімге қандай тапсырма беру керек дегенде артық өзіне жүк алып алмаса, ол кезде ондай нәрсе аз болады. Біз енді өзімізге көп алып аламыз, мен дұрыс бермей жатырмын. Мысалы, менде болады сондай. Балаға мен бүгін аз беріп қалдым деген нәрсе болады. Сол кезде мен больше берейін, ойын ойнатайын деп бір күнде 9 сыныпқа саяхат сабақ өтетін кездерім болады. Ол кезде мен қатты шаршаймын мысалы. Үйге барған кезде мен ол нәрсені жаңағыдай шопингпен, дұрыс демалумен деген сияқты сондай нәрселермен шешіп аламын да, әрі қарай тым болмағандай жүремін. Жақсы. Тағы бір осыған қоса кетейін, бір ұстазбен сұхбаттасқанымда ол кісі бір 90-да мысалы бар потенциалмен жұмыс жасайды екен да. 90 бойы, 3 ай деп есептейтін болсақ, 3 айда бар потенциалын салып жұмыс жасайды екен да. И 90-ның аяғына таман ол жоспарын құрып қояды, мен шетелге барам дейді екен. Сөйтті бір 90-нан кейін барып шетелге барып қайтады, бір аптаға демалып, қайткен кезде қайтадан жаңа күшпен екінші 90-ды бастайды деген секілді ғой. Сіздерде ондай жоспар бар ма жалпы? Шетелге шығу болмаса, басқалай да тауға шығу деген секілді? Бізде бар, біздің мектептен де ондай нәрсе бар ғой. Департамент мысалы, өз білесіз ғой. Сол департамент ұйымында біз нызем биылға дайындық сабақтар болады. Сол кездерде арасында балаларға да камп жасап тұрамыз. Одан қалды мектеп мұғалімдерге де камп жасап береді. Солай алдында мысалы тауға барып қайттық, жылқыларға мініп деген сияқты. Ондай біз өзімізде жеке енді демалыстар ұйымдастырып тұрамыз ғой. Дегенмен де мектептің тарапынан да осындай бізге мүмкіндіктер беріп, қолдау беріп жатқаны үлкен қуантады, шыны керек. Жаңа айтып өткендей мектепті дұрыс таңдағанбыз. Жақсы, рахмет. Сіз қалай жұмыс жасайсыз выгораниемен, истощениемен? Тағы бір нәрсе айтып кетейінші, сөздеріңіз. Негізі баланың да қолдауы бізге көп не береді, мотивация береді. Мысалы, мен балалармен көп азынан кешке дейін құшақтасып жүреміз ғой. Енді мысалы көріп қалған кезде күнде солай болады да. Ол нәрседе апай сіз күшті болып тұрсыз, балалардың өзі қолдау білдіре алады да қазіргі заманда. Олардың өзі жаңағыдай апай бүгін сабақ күшті өтті, апай бүгін тапсырма әкепсіз, апай жүріңізші біздің сыныпқа деп сөйтіп отырғанның өзі сенің күйіп кетпеуіңе, сенің мына сабақты дұрысынан беруге деген бір ішкі жаңағыдай мотивацияңды оятады. Яғни ұстаз бен оқушының арасындағы энергия алмасу. Энергия алмасу. Жақсы позитивті энергия алмасу. Жақсы. Күйіп кету бұл негізінде бірінші кезекте мұғалімнің ішкі мәніне байланысты, жұмыс істеп жатқан мәніне, және адам кез келген адам пайдалы екенін сезінген кезде оларда одан самай ары қарай алға жылжу, жұмысын дұрыс істеуге ішкі мотив ояна бастайды. Мұғалім егер күнделікті бұрынғы айтайықшы, қазір сабақты бөлеміз ғой, бұрынғы методпен дәстүрлі сабақ берумен егер мұғалім сабағын өте берсе, ол адам күйіп кетеді. Неге? Өйткені ол адам өзінің сабақ беруін бәрібір іштей, әр мұғалім сабақ біткеннен кейін іштей бағалайды. Сезімі, оқушылардың кері байланысы, сіздің сабаққа дейінгі дайындығыңыз, сабақ барысындағы
балаларға пассивный емес активті түрде тапсырмаларды жасап несеңіз, белсенді болуыңыз барлығы біздің негізі бірінші кезекте балаға емес, өзімізге салып жатқан инвестиция, өзіміздің күйіп кетпеуімізге. Екіншіден, табиғатқа шығу, басқа да мұғалімнің хоббиларының болуы, оған да көңіл бөлуі, бірақ оның барлығын мен бұрын ойлайтын, алғашқы жұмыс істеген жылдар менің хоббима, менің өзім жеке өміріме уақыт бөлінбей қалды деген сияқты. Ал оның барлығын осы жұмысқа кіріктіріп алуға болады екен. Сол нәрсенің арқасында бір жағынан күйіп кетуге аз да болсын азайта аламыз. Және үшінші келетіні ол орта. Міндетті түрде мұғалімнің педагогтармен арналған бір ортасы болу керек. Мүмкін мектеп ішінде, мүмкін мектеп сыртында бөлек, басқа мектептерден құралған. Және тағы бір қатты әсер ететіні педагогикалық ізденіс. Кітаптар оқу, педагогикалық кинолар көру, және өзінің бір жасап жатқан тәжірибесімен жүру. Әр ай сайын мысалы бір тәжірибемен жүру. Осы жылы мысалы менде classroom managementке байланысты, соған байланысты белгілі бір өзімнің жеке әр беретін сынымда тапсырмалар, сол сыныппен жасалатын нәрселерге бір көңіл бөлім. Алдыңғы жылы менде тапсырма ұйымдастыруға байланысты фокус болды. Сол сияқты нәрселермен курстар оқып тұру, қағаз үшін емес, бір аттестация сияқты нәрседен өту үшін емес, өзімізге шынайы керекті, оның бір мақтау қағазын бір алған кезде де жарамды ма, жарамсыздығына емес, курс үшін барған, ол да өте тиімді. Құрметті қонақтар, енді келесі кезекте осыдан шығатын сұрақ, сізге күш қуат беретін не нәрсе? Оқушының қолдауы. Оқушының қолдауы. Оқушының энергиясы ғой. Саған деген сенімен дос ретінде араласа алуы, саған ұстаз деген меніңше оқушы сенен қорқып тұрмау керек. Оқушы саған өзінің жай күйін айталау керек. Мысалы, сабақта болады, кейбір оқушылар көңілсіз отырады, кейбір оқушылар мысалы оқысы келмей отырады. Сондай моменттерде сен сұраған кезде саған шынымен де сенім артып айта алу керек та. Ол үшін жаңағы қарым-қатынас деген нәрсені дұрыс орната алса, оқушы мен мұғалім, және сеніміне кіре алса, содан кейін барып ол да саған подача ретінде қолдауын беретін сияқты. Жақсы, рахмет. Сізге қандай нәрсе күш қуат береді? Миссия шығар. Әлі миссиям пісу үстінде деп ойлаймын. Бірақ сабақ бергенде жалпы біз өте күшті нәрсе жасап жатқанымызды түсінуіміз керек. Мұғалімдікке келгендегі мұғалім болуымдағы мәнім өте маған сол ең қатты күш беретін сол нәрсе. Біз тек қана бір ғана баланы емес, негізі бүкіл халықтың пайдасын келтіріп жатқан әрекет жасап жатыр. Кемі біреудің баласына зиянымыз тигізіп қоймасақ, пайдам тисе қуаныштымын. Бірақ бастысы не үшін мектепке күнде келіп жатқанымызды, не үшін 45 минутта сабақты қалай беріп жатқандығымызды барлығын есепке алып отырмасақ, өте қиын нәрсе негізінде. Енді құрметті әріптестер, енді соңғы сұрағымызды қойайын. Сол сұрақпен тәмамдайық. Ол 10 жылдан кейін білім саласын сіздер қалай елестетесіздер? Қазір ұстаздар, жас мамандар барлығы енді келіп жатыр ғой мектепке, көбейіп жатыр. Болашағы бар деп үміттенемін. Ізденісімізді тоқтатпасақ, осы уақытқа дейін негізі үндемей, белгілі бір марапат алмаса да, әрбір ауылда, әрбір мектепте үндемей, өз ісін адал жасап жатқан қанша әріптестеріміз бар. Сол бір әріптестеріміздің арқасында сондай біраз жетістікке жеткен адамдар болсын, нағыз адам ретіндегі тұлғалар қалыптасып жатыр деп ойлаймын. 10 жылдан кейін меніңше керемет ұрпақтар шығады деп ойлаймын. Сенімім мол. Мұғалімдердің бір дәрежесі, мұғалімдерге деген көзқарас одан да қатты жақсара түсетін сияқты. Менің көзқарасым осындай. Жақсы.
меніңше андай мұғалім тарапынан да мектеп тарапынан да сапалылық артатын сияқты, сапалы болатын сияқты. Неге? Өйткені қазір мектептерге де сапалысын алып қалу деген сияқты системалар жүріп жатыр ғой. Және де жас мұғалімдер де өзінің осы мамандыққа сай келемін ба келмеймін ба деген сияқты. Жастардың жалпы көзі ашық қазір. Бұрынғыдай тек ақша үшін жұмыс жасаймын деген мәселе жоқ. Шынымен маған ұнамай ма деген нәрсені бірінші қояды өздеріне, содан кейін барып жұмысқа келіп жатыр деп ойлаймын мен жас мамандарда. Және ондай жас мамандар болған жерде болашақта өмірге деген өзінің не үшін келдім, қандай миссиям бар, және мына ел үшін не істей аламын деген ұрпақтарды тәрбиелей аламыз деп ойлаймын. Және құндылыққа негізделген мектептеріміз молдап ашыла берсін. Қадірмен тыңдармандар, екі спикерімізге үлкен алғысымызды айтамыз сіздерге. Біз ойлаймыз, бүгінгі мұғалім мәселесі педагогика саласындағы әртүрлі қырларын қозғай алдық деп ойлаймын. Мүмкіндігінше Призма Вайб арнасына тіркеліп, астына комментарий жазып, лайк басып кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болар. Сіздермен бірге Құрмашев Ескендір. Келесі Призма Вайб арнасында кездескенше сау саламат болыңыздар.